Ерсұлтан деген сен ба? Осы ғой, Ерсұлтан деген. Иә, мен. Хей, біліп тұр ғой. Просто бандиттер сияқты сұрап отыр. Тыныштық па жігіттер? Не болды? Тыныштық емес қой сол. Жаңадан келіп, шу шығарып жүр дейді ғой сен, ә? Түсінген? Қалай түсінбейсің? Түсінбейтін несі бар? Қызыма көз салып жүр екенсің. Біздің баланы ұрыпсың. Духовистің ба не? Мен ешкімге көз салып жүрген жоқ. Баланы қарап алмай тұрсаң, бұл өз бастығы. Ачо, ответке беретін мықтысың ба не? Мен мықтымын деген жоқпын. Жүрші әтке. Қолым бос емес. Қалай сонда қолым бос емес? Бұл сөзден шаршап кеттім, Аружан қашан келеді? Соға. Қас кеп қалады, не болды? Бүгінге ерте қайту керек. Оны неғып маған айтқызсын? Аружан өзі келеді, Аружан өзінен сұрайсың. Иә, мен де қайтуым керек негіз. Қайда қайтпақшысың? Үйге. Айтшы сен назымды мересе жүргің келіп жатыр ма? Жоқ. Онда болса бұл түліктен бітіресіңдер, потом қайтасыңдар ма? Ладно. Кеттік. Олармен ерегісіп, ешнәрсе таба алмайсың. Олар көп қой, бәрі жеңе алмайсың. Сонда не істеуім керек? Амалсыз көнесің, мен де көрініп жүрмін ғой. Енді сен жігіттерден таяқ жемейді жүрсің. Біздің сыныптағы Аружан, мен одан қорқам. Қанша қарсыластық көрсетейін десем де, шамам жетпейді. Мына мектеп таза буллинг екен ғой, Иә, амал жоқ. Олай жай сөзге түсінбесе, бір шара қолдану керек. Қалай? Аружаннан буллинг көріп жүрген қыздар бар ма тағы? Шаршап кеттім. Мектепке барғым келмейді. Келесі апта басқа мектепке алсам да? Ол мектепте бұндай проблема жоқ деп ойлайсың ба? Тура осындай қысым көрсететін адамдар болады ол жақта да. Проблеманы қашып емес, шешіп құтыласың. Сонда не істемекшісің? Менде бір идея бар. Қандай?